Зорланып отқан қыздар кімдер қазір қоғамда? Ашатын жердің бәрін ашып тастағаннан кейін оны еркектік нәпсі бар, шайтан бар, оны зорламай кім зорлайды енді мысалға? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Жаңа Ерсұлтан деген молданың адресін кім біледі? Айтыңдаршы маған, адресі қаяқта екенін білесіңдер ма? Айтып жіберіңдерші. Бар ғой шешесі, сізге әкесінің шешесін танытып жіберейін бар ма? Шапалақпен жақсылап бір. Шапалақпен ұрып кімнің кім екенін танытып жіберейін бар ма? Зорлаған жақсы ғой ол деп. Сізге сұрақ қояйықшы, жаңа айтып жатсыз, ашық киген қызға бірінші тиеді деп. Сонда қазіргі кезде қаншама қыздар зорланып жатыр, иә? Соған қыздарды сіз өздері кінәлі деп санайсыз ба? Ашық киініп, шаш киініп. Әрине, оны провоцировать етеді сол нәрсеге. Өйткені әйел адам қаншалықты ашық жүрсе, ер азаматтың көзі сұқтанып қарайды, көресің. Балалар зорланып жатыр, олар да кінәлі. Сүмелек. Төрт әшкейінде бар ғой, айналдырып бар ғой, көтіңе тығыз жіберем сенің, сүмелек. Байқап сөйлеу нақы бар ғой, сөйлеген кезде бар ғой. Сен қалай сөйлегеніңді білесің ба? Мен сенің қалай сөйлегенің бәрін жазып алдым мен. Сүмелек бар ғой. Сенің қызыңды сөйтіп зорлап атқыса, сен қызыңды осындай 50-60-тағы жігіт зорлап атса, бұл Алланың қалауы ғой, зорланса зорлана берсін деп қарап отырасың ба сонда сен? Сен бүйтіп қарап отырсың. Бұл Алланың қалауы деп. Сүмелек, есек. Басыңа бар ғой, бір тазикті алып бар ғой, ұрып, тазикті кигізіп жіберейін ба? Есек. Сүмелек. Мисыз. Есектің бар ғой, қотағын торып жүрген бір қотақ бас молдасын ғой, нақым. Адресін айтып жіберіңдерші, жаңағы Ерсұлтанның. Қаяқта жүр ол? Қай адресін береді? Маған жақын болса, тіпті жақын болар. Кішкене есін жинатып жіберетін шапалақпен. Шешең сізге есін біледі. Мақылда сен қызыңды зорламады да, сен шешеңді бір айуан келіп зорлады. Сонда сен Алланың қалауы ол деп отыратын ба? Сен қарындасыңды зорлады. Ол Алланың қалауы ол деп отырасың ба сонда? Сен жиен қарындас, бөлек қарындастарыңды зорлады. Сонда сен Алланың қалауы деп отырасың ба сен? Сен бар ғой, сөзден бар ғой, конкретно кетіп қалдық. Мен сені бар ғой, енді жібермеймін. Жаңа кім? Астанадағы кім? Нұрлан имам ба, или Нұрман имам ба, Нұржан имам ба, Астанадағы имамдарды дебатқа шақырдыңдар. Анау кім еді жаңағы жігіт? Ақылтайға. Ақылтай мықты жігіт екен негізі. Ақылтайға жіберіңдер. Көрейік, оның да не айтқан. Мяу деп жүрметін ертең тағы да. Давайте. Қазақ елі аман болыңдар.